Бүгінгі видеом эссенің негізгі бөлімін қалай жазуға болатынын айтқан пайдалы кеңестерден тұрады. Эссе кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұратын айтқан ютубта өте көп видео бар. Солардың бәрін қарап шықсаң да эссені дұрыс форматта жаза алмайсың. Неге? Себебі эссенің қандай бөлімдерден тұратынын білмеген қалмады. Білесің, бірақ әлі бір түрлі эссе жазуды үйрене алмайсың. Себебі эссе жазу үшін эссені ең білу жеткіліксіз, қай бөлімін қалай жазылатынын дұрыс үйрену керек. Эссе сұрыптап сүзген ессөз видеолары эссенің қандай бөлімдерден тұратынын айтып қана қоймайды, қай бөлім қалай жазылатынын тәптіштеп көрсетеді. Эссе деген не екенін біле тұра, эссенің дұрыс форматта қалай жазылатынын қарайтын видео іздеп жүрсеңіз, эссе сұрыптап сүзген ессөз видеоларынан үйренуге болады. Эссенің негізгі бөлімі аты айтып тұрғандай эссенің негізгі бөлімі. Негізгі бөлімде тезисте айтқан пікіріне дәлел келтіресіз және дәлелдеріңізді интерпретация жасап, мағынасын түсіндіріп, ашып жазасыз. Келтірген аргументтер дәлелдеріңізді, не үшін келтіргеніңізді, неге маңызды, өзекті екенін эссеңді оқитын адамға ашып жазып бересіз. Негізгі бөлімде эссе тақырыбы бойынша жазатындарды осы жерде жазасыз. Тақырып бойынша айтылған идеяға негізгі бөлімде 2 не 3 аргумент дәлел айтасыз. Нақтырақ айтсам, эссе тақырыбында айтылған мәселені өз пікіріңіз, көзқарасыңызды білдіре отырып дәлелдеп жазасыз. Эссенің тезисінде пікір, идея айттыңыз. Міне соны эссенің негізгі бөлімінде эссеңізді оқығанға түсіндіресіз, анализ жасап, ашып жазып бересіз. Эссенің кіріспе бөлімі және кіріспе бөлімінде тезис қалай жазылатынын менің эссенің кіріспе бөлімін жазудың қысқа жолы видеомнан көре аласыз. Эссенің негізгі бөлімін жазғанда өзіңіздің дәлелдеріңізді келтіресіз. Эсседе субъективті авторлық көзқарасыңызды, пікіріңізді білдіресіз. Сондықтан мен ойлаймын, менің ойымша деп жазғаныңыз дұрыс. Эссенің үлкен бөлімі де осы негізгі бөлім. Негізгі бөлімде келтірген аргументтер мен дәлелдермен өз позицияңызды, яғни осыларды айтып жатқанда өзіңіз қай жердесіз, ұстанымыңыз қайсысы, соны ашық көрсетесіз. Менің атым Қожа фильміндегі қожаның мына айтқандары секілді. Бауырыңды ақ бұлттары қалықтаған биік тауларды жақсы көрем. Тап-таза жаңа жауған ақша қарды да, шыңылтыр аязды да жақсы көрем. Дегенмен бәрінен жақсы көретінім көктем мезгілі. Осы жерде қожа көктем керемет жыл мезгілі демейді. Көктемді жақсы көрем және неге жақсы көретінін ашық айтады. Негізгі бөлімде жазатын аргумент дәлелдерді қайдан алуға болады? Айтайын, өмірден алынған немесе тақырыпқа байланысты зерттеу жүргізіп, тәжірибе жасап, соның нәтижесін көзіңіз жеткен мәселені айтуға болады. Эссенің негізгі бөлімінде эссе тақырыбын ашатын ғылыми жетістіктер, жаңа статистика деректерін эссенің тезисінде айтқан ойыңызды дәлелдеу үшін қолдануға болады. Ғылыми деректер эссе тақырыбын ғылыми тұрғыдан дәлелдеуге жәрдемші болады, әрі эссеңіздің негізгі дәлелдері болады. Тақырыпты дәлелдеу үшін қолданылған өз тұжырымыңыз, басқа да ой-пікірлер қосымша дәлелдер саналады. Эссенің негізгі бөлімінде дәйексөз, яғни цитата, басқа мәтіннен сөзбе-сөз алынған үзінді де қолдансаңыз болады. Дәйексөз тырнақша ішіне алып жазылады. Дәйексөзді не үшін қолданамыз? Эссе жазған адам жазғанның әсерлі болғанын қалайды. Абайдың сөзі немесе танымал, атақты, саласында беделді адамның сөзі әсерлірек, сенімдірек болады. Сондықтан айтатын пікіріңді мақұлдату, ойыңды дәлелді жеткізу үшін дәйексөздерді қолдануға болады. Видеода келтірілген ұлт саулығы мемлекет болашағының негізі үлгі эссесінде 2 пікір айтылады. Демек, негізгі бөлім 2 абзац болады. Эссенің негізгі бөліміндегі абзацтарды біріншіден, екіншіден деп реттестіріп, бір-бірінің артынан келіп отыратындай жазасыз. Біріншіден, денсаулық әркімге керек. Сондықтан әрбір жан денсаулығына қорғалуы тиіс құнды байлықтай қарау керек. Екіншіден, ұлт денсаулығын сақтауды әрине мемлекет нақты іс-шаралармен қолдау керек. Эссе тақырыбына келтірілген аргументтер әрбір жан денсаулығын өзі қорғауы және мемлекеттің қолдауы көрсетуі. Жазған эссені қайталап оқып шығып, әрбір аргумент орнымен қолданылып па, пікір қалай дәлелденіпті, тексеруді ұмытпаңыз. Әр абзацтың соңында ойыңызды жинақтап кеткеніңіз дұрыс. Мысалы, бірінші абзацты, міне осылай әрбір адам қиындықпен күресіп, жалқаулықты жеңе білсе, нұр үстіне нұр болар еді, деп жинақтап кеткен секілді. Екінші абзацта,
Демек, осындай жақсы бастамалар мемлекеттік деңгейде қолға алынып, мақсатына жетіп жатса, елімізде дені сау, мықты ұлт қалыптасатынына сенімім зор деп абзацта берген дәлелді жинақтап қорытып кеткен мына үлгі эсседегідей. Екі абзац бір мәселеде бірлесsin. Жеке адамның өзінің денсаулығын қорғауы және мемлекеттің денсаулық сақтаудағы қолдауы осы эсседе негізгі бөлімде неге керек болып тұр? Бұл керек болып тұрған жері екі аргументтің бірлескен тұсы ұлт саулығы үшін керек деп жаздыңыз. Екі абзацтың бірлескен тұсы да осы. Көп жағдайда мектепте жазылатын эссе талабында 250-300 сөз болады. Мұғалімдердің басқа да біліктілігін көру үшін жазылатын эсселерде 500 сөз болады. Осы сөздердің ең көбін негізгі бөлімді жазуда қолданасыз. Эссе қалай жазылатынын түсіндірген видеоларды зерттеп қарағанда байқағаным, мысал ретінде бір эссенің бір сөйлемін ғана береді. Бір сөйлемнен эссе қалай жазылатынын көрсете алмайсың. Менің эссе сұрыптап сүзілген ессөз видеоларымда эссе дұрыс қалай жазылатынын толық үлгі ретінде жазылған эссені талдап түсіндіремін. Менде көшіріп алады, көріп алады деген уайым жоқ. Керісінше, эссенің толық нұсқасын видеомда беріп қоямын. Видеоның соңында үлгі ретінде берілген ұлт саулығы, мемлекет болашағының негізі үлгі эссесін егер оқушы болсаңыз, өзіңізге жазып алып, бүгінгі видеода айтылған эссенің негізгі бөлімі қалай жазылғанына қарай аласыз. Мұғалім болсаңыз, балаларға эссе жазырғанда неге аса мән беру керек екенін көре аласыз және эссе жазуға үйрету үшін жасалған көрнектіліктерді алып, сабағыңызда қолдана аласыз. Ең бастысы, ессөз каналыма жазылып, лайк бассаңыз, эссе жазудың қыр-сырын айтатын эссе сұрыптап сүзілген ессөз курсының келесі видеосын елдің алды болып көре аласыз.